іс-сапармен Кентау қаласынан жолға шығып қайтып келе жатқанда Аллах тағаланың қалауымен мынау көлік дұғасын көріп қалып, негізі адам баласы өзі ұмытшақ қой. Осы көлік дұғасын есіме түсіп айта бастадым. Субханаллази сахара лана хаза кунна лаху муқринун ва инна илайхи раббина мунқалибун деп дұғаны айтып отқанымда артынан бір Мерседес ауылға шығып менің озып кетті. Бірақ ана жерде озатын жер емес та. Сол сәтте алдымда бір 100-150 метр жерден қарама-қарсы көлік бұрып жібереді, жаңа Мерседеске екеуіне соқтығысады ғой. Құдай талабы. Иә, соғысып сол жерден жаңа Мерседестің дөңгелегі жұлып кетеді. Ана бір баланың басы жарылады. Енді burada сақтайтын бір Алла ғой. Біз себебін жасауымыз керек, дұға жасауымыз керек. Мына көлік дұғасының пайдасын айтып тұрмыз да burada. Оны садақа беріп жүрейік қиярмен. Көлікке отырған кезде мына дұғасын айтайық. Және де сапарға шыққан кезде сапар дұғасын оқу керек. Бұл сақтаушы Алла тағала мұсылманның қорған дұға демекші. Әрдайым дұғада болып жүрген бізге мұсылмандарға пайдасы тиеді. Альхамдулилля.